Қайырлы күн, сіздерге өте ерекше дәмді болып шығатын салаттың рецептімен бөлісемін. Алдымен тауықтың төс етін пісіріп аламыз. Ол үшін тауық етін кастрюльге салып, үстіне салқын су құйып, кішкене тұз салып, қатты отта қайнатамыз. Қайнаған соң көбігін алып, оттың астын баяулатып, 30 минуттай пісіреміз. Тауықтың төс еті пісті, енді сүзіп алып, салқындатамыз. Шампиньондарды қуырып алуымыз керек. Ол үшін шампиньондарды жуып, қабығын аршып, қабығын аршымасаңыздар да болады. Видеода көрсетілгендей етіп жұқалап тураймыз. Негізі рецепт бойынша шампиньондарды қуырмай, дайын магазиндегі консервідегі шампиньондарды қолдану керек болатын, бірақ мен рецепті өзгерттім. Осылай свежий шампиньондарды қуырып қосатын болса салатқа, салат енді өте дәмді, күшті болып шығады екен. Сол себепті осылай қуырып қосатын болдым. Қатты қызып тұрған сковородкаға кішкене сұйық май құйып, туралған шампиньондарды салып, араластырып отырып, басында қатты отта бір 5 минуттай, одан кейін орташа отта тұз қоспай 15 минуттай қуырамыз. Осылай әдемі болып қызарып қуырылуы керек. Оттың астын өшіріп, тарелкаға салып, салқындатамыз. Қалауларыңыз бойынша қара бұрыш қоссаңыздар болады. Енді салатты жасауға кірісеміз. Ол үшін салқындатылған тауықтың төс етін кубиктап тураймыз. Суға піскен жұмыртқа және маринованный қиярды кубиктап тураймыз. Жұмыртқаны пісірген кезде 7-8 минуттан артық пісірмеуге кеңес етемін. Сол кезде жұмыртқаның барлық витаминдері сақталып, жұмыртқаның сарысының шеттері қараймай, кескен кезде әдемі болып тұрады. Салатты жасаймыз. Барлық ингредиенттерді біріктіріп, дәміне қарай тұз саламыз. Тұзды көп қоспаңыздар, кішкене ғана салсаңыздар жеткілікті. Майонез салып араластырамыз. Достар, салат өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Егер де бір рет жасап көрсеңіздер, үнемі жасайтын боласыздар. Салатты тарелкаға салған соң үстіне пай деп аталатын картошканы саламыз. Картошканы үйде өздеріңіз жасасаңыздар болады, немесе мен сияқты магазиннен сатып ала салсаңыздар өте ыңғайлы. Пай картошкасымен жесеңіздер, салатты өте дәмді болып, сондай қытырлап, күшті болып шығады. Сіздермен болған назым, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеомен бөлісіп кетіңіздер. Ас болсын, рахмет.